Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, сіздермен пайдалы арна каналы. Бұл арнада тек пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысамын. Сол себепті каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Бүгін сіздерге Каспи қосымшасы арқылы 270 форманы қалай тапсыруға болады, соның жолын көрсетемін. Ең алдымен Каспи қосымшасындағы мемлекеттік қызметтер явный госуслуги деген жерге кіреміз. Содан кейін астына қарай түсеміз. Астына қарай түскен кезде бізде салық есептіліктері бар. 250 форма, 270 форма, бізге керегі 270 форма. Декларация по форме 270. Осы жерден подать декларацию деген кнопка бар, астыңғы көк жазу, соны басамыз. Одан кейін бұл жерде декларацияның түрін толтырамыз. Басқа деректердің барлығы өзі шығып тұр. Егер бірінші рет тапсырып жатсаңыз первоначальная, жыл сайын тапсырып жүрсеңіз очередная деп басасыз. Және де өзіңіздің пропискаңызды тексеріп, осы жерден декларация толтыруды бастаймыз. Бұл декларацияда 2025 жылы сізде қандай мүлік табысы болды, салық төленбеген табыстар болды ма, немесе шетелдік мемлекеттерде қандай да бір сіздің үлескеріңіз болды ма, сол барлық сіздің 2025 жылғы жасаған сатып алу, сатуларыңыз, табыстарыңызды осы жерде көрсетесіз. Мен барлығына кезекпен тоқталған жоқпын. Ең бастысы бізде көбінде үйді сатып алу, көлікті сатып алу жағдайы кездеседі. Сол себепті сол жерге толығырақ тоқталамын. Қалған сұрақтарға, егер де сізде сол жағдайлар болса, иә немесе жоқ деп, иә болған жағдайда әрбіріне кіріп белгілеп шығасыз. Мысалға, үй сатып алу болса, недвижимое имущество деп белгілейсіз, және де мүліктің түрі, одан кейін қалай сатып алдыңыз, кредитқа ма, немесе өзіңіздің ақшаңыз ба, қандай бағада сатып алдыңыз, қай жерден сатып алдыңыз, кадастровый номері үйдің, осының барлығын осы жерде көрсетесіз. Егер иә болса, жоқ болса, нет деп басасыз да ары қарай өте бересіз. Екіншісі, продавали, яғни сатқан болсаңыз. Және де бұл жерде, егер де үй, көлік, мүлік сататын болсаңыз, міндетті түрде сатқан адамның аты жөні мен иіні керек болады. Сол деректерді сақтап алу керек. Жоқ болса, нет деп басасыз. Ары қарай келесі сұрақ, егер де сіздің Қазақстандан тысқары жерлерде қандай да бір банкта счетта ақшаларыңыз болса, және де одан кейінгі сұрақ, банктың алдындағы емес, жеке тұлғаның алдында қандай да бір қарыздарыңыз, берешектеріңіз немесе алашақтарыңыз болса, соны осы жерде көрсетесіздер. Бұл жерде банктың атындағы сіздің қарыздарыңыз, кредиттарыңыз, рассрочкаларыңыз емес, тек жеке тұлғаның атында нотариуспен белгіленген қандай да бір қарыздарыңыз болса. Одан кейін Қазақстаннан тысқары жерлерде, мына жерде списогі көрсетілген қандай да бір мүлік, басқа заттарыңыз болса, соны көрсетесіз. Барлық сұрақтарға жауап бергеннен кейін астыда, егер де ұмытып кеткенсеңіз болсаңыз, добавить доход деп плюсикті басып, тағы да осы жерге деректер енгізуге болады. Егер де ештеңе жоқ болса, нулевой декларация болады, яғни ештеңе толтырмайсыз. Осы жерден Face ID-ді өтесіз, және де подписать документ деп Каспи қосымшасындағы арқылы қол қоясыз. Одан кейін бізге уведомлениямыз керек болса, оны загрузканы күткеннен кейін, егер загрузка тұрып қалатын болса, Каспи қосымшасынан қайтадан шығамыз. Қайтадан кірген кезде бізге SMS келіп тұрады, яғни уведомление. Сол уведомленияны ашқан кезде сіздің отчетты тапсырғандығыңыз туралы немесе жұмысқа өткізуге керекті анықтамаңыз осы жерден шығады. Ішіне кіреміз, және де басып, осы жерден декларацияны ашамыз. Декларацияны ашқаннан кейін үстіңгі жағында стрелка болады. Сол стрелканы басасыз, стрелканы басып, астында сізге қай жерге жіберу керек, соны өзіңізге керекті жерге жібересіз. Мысалға, WhatsApp-қа немесе почтаға, Mail.ru, немесе тағы қай жерге жіберуге керек, соны жіберіп аласыз. Сондай-ақ менің каналымда 270 декларацияны e-салық азамат қосымшасы арқылы немесе жаңа салық кабинеті арқылы қалай тапсыруға болады, сол туралы видеолар бар. Ол видеоларда барлығы нақты және де мысал ретімен көрсетілген. Осы видеоның астында қосымша сілтемесін қалдырамын. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.